Ердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті биология факультеті профессоры Исламбек Арепбаевты бүгін студиямызға мейман ретінде шақырғанбыз. Исламбек, студиямызға қош келіпсіз. Кеуіл кейфиятыңыз қалай? Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Кеуіл кейфиятымыз таң азаннан жүдә жақсы. Мен өзім бұл жерге келгеннен жүдә қуаныштымын, себебі менде бір имканият пайда болды. Мына халыққа, жергілікті халыққа табиғат хақында айтатқан пікірлерім, ұсыныстарым бар еді. Енді бүгін сіздер арқылы, сіздердің жәрдеміңізде бұл нәрселерді әмелге асырамын. Әдетте сол атқан таңды қалай қарсы аласыз? Енді сіздің сол социал тармақтарда көргенімізде көбінесе сол сапарларда, экскурсияларда, табиғат қойында жүресіз. Сол табиғат қойында бастаған таңларыңыз, атқан таңларыңызда болған шығар. Әдетте нешеде басталады, нешеде тұрасыз деген? Күнделікті әдетте үйде сол 6:30-7-те тұрамыз. Сонан жұмысқа басабас таярлық, сол кішкенелерімізді мектепке, бақшаға алып барып, сөйтіп жұмысқа барып, таңазан 8:30-нан студент жастарға лекция оқып, сол тәлім-тәрбие жұмыстарын алып барамыз. Рахмет, енді сол машақатлы жұмыстарыңызда сізге тасқын табыстар тілеп қаламыз. Әмде енді сізге таярлаған азды-кем сұрауларымыз бар еді. Егер дайын болсаңыз, біз бастап алсақ. Таярмыз. Ең дәслепкі сұрауымызға жүзгене тұғын болсақ, аккаунт, контентті басылау сізге қашан келген, сондай қашаннан басылап ережелестіргенсіз, әмде сол қашаннан басылап ойыңызға түйгенсіз, солар хақында біз білгіміз келеді. Мен өзім 2011 жылдан бері табиғатқа шығамын. Себебі 2011 жылы сол Қарақалпақ мемлекеттік университеті биология факультетіне оқуға кіргенмін. Сол уақытта факультетімізде 30 студентлер орнитологиялық клубы деген клуб бар екен. Мен қызығып құсларға, табиғатқа алдынан қызығатыным, оған ағза болдым. Әне сол уақытта көптеген экспедицияларға алып шығып, сол уақыттан бері мен көп видеоға түсіруді, суретке түсіруді өзім ұнатар едім. Бірақ енді ол уақытлар біздерде сапалы камера, ондай сапалы телефондарымыз жоқ, шарт-шариғатларымыз жоқ. Енді кейін ала міне кеше жақыннан бастап 2023 жылдан бастап мен актив көрініп бастадым социал тармақта. Негізінен менің активлігім бір 3-4 жыл болған жоқ, мен 10 жылдан асты мен ілім қылғаныма. Енді деп ойланып қалдымда бір күн бір уақия болды. Қарақалпақстан хақында бір видеоны шетелдік достыма жібермекші болдым. Қарақалпақстан деп ютубтан іздедім, сөйтіп инстаграмнан іздедім. Бір өзіме ұнайтындай, табиғатымызды бір тәрифлеп бере алатқандай бір видео таппадым. Әр түрлі социал тармаққа видеолар салына берген. Сөйтіп өзім сұрап бердім, қолынан келеді ғой сенің. Қарақалпақстан деп іздеген уақытта өзіміздің мысалы көллеріміз, үстірт тегіслігі, хайуанатлар дүниямыз хақында сонша материалым бар. Неге оны бөліспеймін? Не қыламын бұны қызғанып отыра беріп? Қаяққа алып кетемін? Ақиқатта ілімді қызғануға болмайды негізі. Сөйтіп, социал тармақта инстаграм аштым, біреулер ютуб аш деді, онам аштым. Бұрынғы алдыңғы видеоларымды салып көрсем, бір күннің өзінде көрілім саны жүзде артып, 1000-нан өтіп кетті. Адамдар лайктерді басып жатыр, ұнамды пікірлер жазып жатыр. Сөйтіп, мен ойладым, демек давам етсем болады. Кейін Телеграм, Фейсбук, әмі социал тармақлардан аккаунттар ашып, сол хайуанатлар дүниясын салып, суретін, видеосын олардың әр тілдегі атамалары менен саламан, һәм оның қызыл кітапқа кіртілгенлігі, олыма статусын жартып бараман. Сондан кейін бүгінге дейін көріп тұрғаныңызда осы жұмысымызды алып барып жатырмыз. Көбірек енді сол ютубта контент істеген ұнайды ма, яки инстаграмда? Бірінші ютубтан аштым, сөйтіп кейін инстаграмнан ашсам, қарасам инстаграмның просмотрлар, көрілімдер саны да, лайктер саны да жүде жоғары болып баратырды. Енді көпшілік білесер әзір инстаграм социал тармағын пайдаланады. Сөйтіп бұны видеоларымды инстаграмға маслап алатқым болдым. Себебі көпшілік ютубтан көреді. Инстаграм қолай болып тұрды әзір маған. Енді жабайы хайуандарменен жүзбе-жүз достасып қалған күндеріңіз болған ба? Енді себебі сол процесстер біздер үшін қызық енді. Әлбетте мен әр шыққан экспедициямда бұл жүздесулер болады. Себебі құслар
басқа да түстен үзуші хайуандар барлығымен жүздесеміз. Соны сол алдымыздан шыққай деп тілеп барамыз. Әр экспедицияға шыққанда мен алдыма өзі кем ұшырайтын, адамдардың назарына түсе бермейтін хайуанларды көруді арзу етіп ниет қылып барамын. Мен 2014 жылы бір қызық уақиға болды. Экспедиция шығып баратқанда ұстазым Якуб Аметов деген ұстазым бар, профессор. Сол ұстазыма ұстаз орнитология, зоология тарауында әлемінде тарихта қалу үшін не істесем болады дедім. Қызығатыны мен өзім бір нәрсе қылып сол атымды қалдыруды қалаймын, сондай қызығушы адамға. Маған айтты, фламингоның бір ұясын таушы деді. Өзбекстанда елегеден ешкім фламингоның ұясын таумаған деді. Сөйтіп міне жақсы ниет қылдық қой баратып, Мөкістен шығып баратып. Сөйтіп барып, ол жерде 10 күнге жақын экспедиция болды. Қайтар күллер алдында Судочи көлдер системасында 2014 жылы май айында 7000-ға жақын фламинго, 3000-ға жақын ұясын анықтады. Өзбекстанда бірінші мәрте анықтанды. Сондай жақсы ниет қылып шығамыз, әр экспедицияда сондай. Ажайып. Енді менде қызықтырған бір сұрақ пайда болды сол жерде. Білеміз, мемлекетіміз тарапынан сол қызыл кітапқа енгізілген хайуанатлар бар, яғни жоқ болып кету әтрапында тұрған хайуанатлар үшін. Енді біздің көпшілік замандастарымыз сол қызыл кітапқа кіргізілген хайуанатларды әрқилы зиян жеткізу, яки оларға бір өздерінің бір біліп білмеген халда, мәселен бір зиянлы істерін қылмақта, оларға қарсы қандай істер әмелге асырылмақта, олардың жарималарынан хабардарсыз көпшілік замандастарымыз. Солар хақында да бізге бір анық түсінік беріп өтсеңіз. Енді ұлыма табиғатқа 3 фактордың тәсірі болады да, биотик, антропоген деген. Енді бізде үшеуім әзірде әуежі алған деп алсақ болады. Яғни абиотик фактор бұл ықылымның өзгеруі. Ықылым өзгеріп, температура көтеріліп жатырды. Қыс айлары жүзде қатты суық болмай жылы болып кетіп жатырды. Бәхар айы февраль айының орталарына келіп жатырды. Әне бұл хайуанатлар үшін жүзде қауіплі. Себебі көпшілік күн жылыды деп құстар ұяны құрады. Ондан кейін суық бірден қайтадан өзгеріп кетеді. Әне бұның барлығының нәтижесінде мәйек, палапалар, нәсілдер құрбан болады. Биотик фактор бұл енді әлбетте хайуанат дүниясының бір-біріне тәсірі. Азықлық шынжыры дейді. Бұл факторлерді алсақ болады мысалы. Енді оның ішінде де бір түрдің хәдден зият көбейіп кетуі де екінші түрдің жоқ болып кетуіне алып келеді. Яки бір түрдің жоқ болып кетуі екінші түрдің санының азаюына себеп болады. Себебі оның азығы болады да ол. Енді антропоген тәсір әзіргі уақытта бізде ең қауіплі болып тұрған антропоген тәсір. Себебі инсаният табиғатта хайуанлардың жасау орындарына біз кіріп баратырмыз. Оларды өзлестіріп жатырмыз. Мысалы, бұрынлары Орта Азия шөл тасбақасы деген бар еді, көп ұшырайтын еді. Нүкіс атрапында да қазір міне олар азайып баратыр. Себебі білесіздер, міне урбанизацияланып жатырмыз, қалаласып жатырмыз. Имараттар биіктеп, бәлент болып жатырды. Барлығы міне қазір үстірт тегістігінде де жүде көп құрылыс істері әмелге асырылып жатырды. Ондан кейін міне антропоген факторлердің ішінде ең жаманы бұл браконьерлік. Яғни көпшілік мына табиғат хақында, хайуанатлар хақында білімі аз болғанлықтан атуға рұқсат етілмеген, сирек ұшырасатын, жоқ болып кету алдында тұрған түрлерді де аулап жатыр. Мен өзі көп шығып сөйлеулерінде, студенттерге сабақ өту процестерінде де көп айтамын бұл туралы. Сіздер де жеткізің, менің жеткізгенім тек сіздерге болып қалмасын. Сіздер бүгін білгеніңді екі адамға айт, ол екі адам және біреуге айтады, әне солмен осындай мағлұматтар кең тарқалады. Мысалы, міне қазір министрлер кабинетінің 290-шы қарары бар. Осы хайуанатлар дүниясы бойынша олма биокөптірлікті сақлап қалу бойынша бұл жерде әр бір хайуанның құны белгіленген. Балықтан бастап сүт емізушілерге дейін. Ол жерде міне өсімдік дүниясынан бар. Енді мысалы айырым уақытларда біз білеміз, балық тұтады, балық тұтқан уақытта қызыл кітапқа кіртілген балықлар қармақларға, торларға түсіп қалады. Бұларға мына кіші сұмырай, үлкен сұмырай да айтсақ болады, бекіре балықтары бар, арал суен балығы дегеніміз бар біздің қызыл кітапқа кіртілген. Әне бұларды аулап қайтып жібермейді. Оны жіберу керек қайтып.
себебі олардың өзі ер жету дәуірі кешті. Мысалы арал сүйем балығы деген 7-8 жылда жынси жақтан ер жетеді. Соған дейін нәсіл қалдырмайды, олдырық шашпайды. Өзі 7 жылда енді көбейетін дәуір келгенде ол біреудің торына, біреудің қармағына түсіп жатса, популяциясына бір зиян келтіреді. Олардың да құны белгіленген табиғатта. Онан кейін көп браконьерлік құсларға болады. Себебі көш өнімі ғой бұл. Сонынан қызыл кітапқа кіртілген үйреклер бар ішінде. Мысалы, ақбас үйрек деген бар. Ақбас үйрек бар, мәшкөз үйрек дегеніміз бар, қызыл кітапқа кіртілген. Ақбас үйрек дегеніміз IUCN деген бар, халықаралық табиғатты қорғау ауқымы. Соның қызыл тізімі деген бар. Әне сол жерде дүния көлемінде бұл құстың статусы жоқ болып кету алдында тұрған түр деп айтылады, endangered. Енді бұның құны табиғатта базалық есептеу мағдарының 500 есесі. Бұл 206 миллион болады. Енді ана құсларды, үйреклерді аулап атқан браконьерлер, аңшылар бұны білмеуі мүмкін. Біреулері біліп те қалады. Мен бұл нәрселерді көп көргенмін, аңшылардың суреттерін көргенмін, алдына 5-6 ақбас үйректі қойып, суретке түсіп тұрды. Бұл мен айтамын, алдында 5 үйректі есепласа, азы 1 миллиардтан көп пұл болады бұл. Сен ол пұлды төлей алмайсың. Басқа низам түрінде жауап бересіздер. Онан кейін сүт емізушілер бар, көп мына ауланатқан түрлер, қара құйрық деген киік бар бізде. Онан кейін ақ бөкен деген бар. Онан кейін бұқара суыны бар. Әне ұсылар енді көші салмағы ауыр да болады. Әне соның үшін көпшілік браконьерлер тарапынан ауланады. Негізінде бұларды аулауға ұлыма рұқсат жоқ. Рұқсат жоқ. Мысалы, бұқара суының табиғатта құнын айтайын, 1,5 мың есе. 1,5 мың есе дегеніміз бұл 600 миллионнан зият. Онан кейін қара құйрық киік дегеніміз үстірт тегіслігінде көп ұшырасады. Үстірт тегіслігінде осы хайуанға көп зиян жеткізіледі аулан. Енді алдынлары біздерде көпшілік хайуандар ауланбайтын еді. Білесіздер, аққу деген құсты білесіз. Бір гөззалық тымсалы, дослық тымсалы деп айтылады. Аққуды атпа дейді. Енді бұрыллары мен білеменде аққулардың қасына барып арқайын суретке түсіретінім. Қашпайтын еді. Себебі ол уақытларда міне біз білеміз, аққуға деген ешқандай аулаған жағдайларын ұшыратпайтын еді. Олар соған үйренер еді. Кейінгі уақытта мына жергілікті халық ішінде қате, дәлелленбеген мағлұматлар, наторы мағлұматлар, яғни кеселіктерді емлеудегі наторы көз қарастылар ақыбетінде бұл құслар ауланып жатыр. Яғни аққудың майы дейді. Аққудың майы үшін көп ауланып жатыр. Бұл қызыл кітапқа кіртілген түрлер. Бұл табиғатта 500 есесі деп белгіленген базалық есептеулер. 206 миллион бір аққуды өлтірсеңіз. Ондан кейін бізде мына жапан құладыны деген бар. Circus macrourus деген. Әне ұсыны да көп аулайды. Құладын деген құс бар. Бұлардың 4 түрі бар да бір тұқымдасқа тиісті, бір-біріне жүдә ұқсас. Әне соны көпшілік құладын деген құсты маған әкеп бер. Менен сұрайды. Мен айтамын, мен табиғатқа зиян жеткізбеймін. Менен табиғат хақында мағлұмат сұрап, мен айтайын. Бірақ оның аулап, мен әкеп бермеймін деймін. Неге десем, қате мағлұмат, сынықшылар айтты дейді. Сынықшылар соқысты ауласын, сынық тезірек бітеді. Мен айтамын, ол нәрселер мағлұмат қате. Сен ол құсты аулап, жаңа айыппұлдарын төлеп, оның келтірген зиянларды жүде көп мағдарды төлеп жүргеннен көре, бәзір медицина жақсырақ жыланған ғой. Су дәрілермен ақ емлен деймін де. Ондан кейін басқа да көп хайуандар бар. Май үшін деп көп ауланып жатыр, көш үшін деп ауланады. Ондан кейін Қарақалпақстанда құстардың ішінде жыртқыш құстар жүзі саны аз. Өзбекстан Республикасының 2019 жылы шыққан қызыл кітабын ішін ашып көрсеңіз, ішінде құстардың ішінде ең көп санда жыртқыш құстар. Не үшін аулана берген, не үшін бұл дәрежеге келіп қалған? Себебі халықта алдын қате мағлұмат болған. Яғни жыртқыш құс бізге зиян келтіреді. Біздің шаруашылықтағы бағып отырған қой ешкі малларымызды аулап кетеді. Онан кейін адамға да қауіплі деп көп ауланған, олардың ұялары бұзылған, мәйекелер сындырылған, палапалар ап кетіледі. Онан кейін көргезбе үшін бізде
тұлып дейді, кеп деп айтады. Кеплерін таярлау үшін әртүрлі кафе, ресторан болсын, демалу орындары болсын, ана сондай хайуанлардың кеплерін сол қатырып, қыстырып қою үшін аулатады. Көргізбеу үшін олымаға. Онан кейін қазір айырым жыртқыштарды қолға үйрету үшін аулап атыпты. Олардың палапаларын әкетіп қалады. Бұл жағдайларды біз көп көргенбіз. Онан кейін әртүрлі ырымлар бар. Қате ырымлар. Әне сол мақсатта да аулайды. Әне осындай қате мағлұматлар нәтижесінде хайуанаттар дүниесіне көп зиян келіп жатыр. Бұлар білмейді да, мысалы үстірт қойы деген бізде қой бар, арқар деп айтады. Бұл мемлекет көлемінде бас саны 50-ден астам, 100-ге жетпейді. Қара? Ал бұл түрді браконьерлер ауласа, бұл азайып кетіп, өзі әзір бүткілдей жоқ болып кетіп алдында тұрыпты. Ертең бұл түрді біз ұлыма жоқ қылып алуымыз мүмкін. Біз айтамыз оны, Туран жолбарыстары бір уақытлары жасаған деп. Әне сондай айтуымыз мүмкін. Бірақ оның алдын алу үшін біз міне әзіргі уақытта бұндай сирек ұшырасатұғын хайуанлардың жасақ орынларын табиғи қорғалатұғын аймақ қылып шөлкелместіріп жатырмыз. Енді хайуанат дүниясына инсандардың зиян келтіруі бұл табиғат хақындағы инсандардың білімлерінің жетіспеушілігі деп ойлаймыз. Енді жаңа біз көрсетуіміз басында сізді таныстырып өттік. Берді атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті биология факультеті ұстазы, профессор деп біз таныстырғанбыз. Хош, енді осы орында сізге сұрау, өзіңізді ұстаз ретінде қалай тәріптейсіз? Бұл оқытушылық деген кәсіп негізінде ең жақсы кәсіп. Бір нәрсені үйретіп отырған уақытта шәкіртлерің сол нәрсені тез қабыл етсе, қуанасың. Өзімнің қанегейлігіме массыравичте пәнлерден сабақ беремін. Қарақалпақстан омыртқалы хайуанаттар дүниясы фаунасы, фаунаны қорғау, зоология деп. Өзім табиғатта көп жүргеннен кейін көп нәрсені түсіндіремін. Көрген затларымды айтамын. Көбінесе әмелиятқа көп ітібар беремін. Теорияны мал керек, бірақ сол теориядан кейін әмелият әлбетте болу керек. Әмелият қанша көп болса, білім, рауаждану сонша жақсы болады. Мен оны өмірді көп сынап көргенмін. Оқытушы болып 2017 жылы кірдім. Сол уақытта мен ойландым да, маған сабақ берген оқытқан ұстазларымды білемін да мен. Жақсы оқытқан. Әлі солар еліге дейін ядымда. Солардың қайтып сабақ өтіп атқалар, олардың ұсыллары, олардың не түсіндіргелері елі ядымда. Сөйтіп алдыма мақсат қойдым, мен де сондай ұстаз боламын. Менің де шәкіртлерім бұл тек қана аудиторияның ішінде құрмет қылмау керек. Сені оқытып болғаннан кейін, ол жерде бітіргеннен кейін, 10 жыл, 50 жыл өткеннен кейін де сені жақсы ұстаз еді. Сол инсанның түсіндірген білімлері елеге дейін ядымызда. Әне сол үйреткен нәрсеңнің арқасында сол студент шәкіртлерің ертең жақсы жұмыстарда істеп, сол нәрселер пайдасы тиіп атырғанын көрсең, естісең, соннан артық бақыт жоқ ұстазға. Құрметпенен еслеу. Егер сіздің енді ұстаздарыңыз сізді тамашалап отырған болса, сәлемдеріңізді жолдап қойсаңыз болады. Әлбетте, мен өзім Гоголь мектепте оқыдым. Ондан кейін Ынталы балалар мектебінде оқыдым. Бірінші академиялық лицейде оқыдым. Ондан кейін Бердіғатында Қарақалпақ мемлекеттік университеті биология факультетінде оқыдым, тәлім алдым. Барлық ұстаздарыма мен шексіз құрметімді білдіремін, шексіз рахметтер айтамын. Себебі әрбір инсанның рауаждануында, камалға келуінде сол ұстаздардың рөлі гірулі деп ойлаймын. Жүте жақсы, енді сізді ұстазларыңыз, сол жақыларыңыз да көріп отырған болса, тәжірибе емес, бұл ерте таңнан тамашалап. Кейінгі сұрауымызға жүзлене тұғын болсақ, табиғатта істеу давамында ең ядыңызда сол ұмытылмай тұғын болып қалған уақиғаңыз қайсы болған? Сол уақытқа дейін сол білеміз, бірнеше экспедицияларға, сапарларға шыққансыз. Ең ұмытылмай тұғын күллер, уақиғалар жүде көп. Ең соның ішіне бірнешесін айтып берейін. Менің ең ұмытылмайтын үстірт тегіслігінде болды. Біз экспедиция уақытында үстірт тегіслігінде болған уақытымызда сол жерде жұмыс істедік. Хайуанатлар дүниясын бақыладық.
үстіртте жауын бұлтласа сәл қорқасаң да. Себебі ол жерде жауын жауса қатты жауады. Кейіннен ол жерде жауын жауғаннан кейін мына басқа жерлерде топырақлар жауын жауғанлығы білініп тұрады ғой. Ана жерде білінбейді алайдың. Олар енді гипслі затлар көп қой ол жерде. Жауын жауса бір жерде айланып тұра бересің де, баллонның жақсы, тіслері жақсы, баллонның сыпатлы баллон болмаса, ол жерде батып қалу ықтималдығы жоғары. Әне сол бір уақытта үстіртте істегенімізде біз 3 ниба едік. Сол 3 ниба 3 жаққа тараламыз. Әрқайсымыз 40-50 километр аралықтан ұзаққа 80 километрден ұзаққа кетіп, сол жерде хайуанаттар дүниясын бақылайтын. Сөйтіп рацияларымыз бар еді қасымызда. Бір күні сол рацияның қуаты түнде қойылмай қалған зарядқа. Әне сөйтіп азанда сол бір топарымызға түсіп қалған. Тап сол күні жауын жауды. Жауын себеледі, әй бұл күшейер жақ деп бірімізге айтып жатырмыз, рациядан айтып жатырмыз. Не қыламыз? Я бақылай берейік деп сөйтіп түске дейін отырдық. Жауын қатты жауып кетіп. Уже біз қозғала басладық. Енді бір машинамен байланыстық рация арқылы. Олар батып қалған. Олар біздерді шақырды. Қарасақ, бензинам бізде аз. Енді ояққа барып, және болатқан лагерімізге қайту үшін ана бензин жетпейді. Лагерге қайтаман деген жетеді, бірақ аналарды алып қайту үшін жетпей қалу ықтималы бар деп ойландым. Сөйтіп бардық, әлбетте тастап кетпейсің ғой. Сөйтіп үшінші рациямен, үшінші топарменен байланыс жоқ, себеп жоқ олама. Енді біз ойлап отырмыз, оның ішінде ең тәжірибелілер бар еді экспедицияда. Қайта біздер тәжірибеміз аз еді. Сөйтіп рация жоқ, сөйтіп бір ізлерді көрдік. Сөйтіп ойладық, ай бұлар біздерге айтпай кетіп қалған ау деп. Лагерге жол алдық. Оннан алдымызда айна тазалайтын бұзылды, сынып. Жауын жауып жатыр, үстірттің жаңағы алайы жерге алайға түскен уақытта алдыға айнаға шашырайды, алай көрінбейді. Мен білеміз, басын шығарып, оңға шеп кетіп, үстірт тегісілік қой енді айдауға епіліп болады. Әрім жерлерде ой пайда болады да, түсіп кетпегенбіз деп Алламыз тілеп қайтып едік. Қайтсақ, біз ойлап келатырмыз жолда. Үшінші топар қашан бізді лагерде отырып, бізді күтіп отырды. Ашуымыздан кеп баратыр ғой негізі. Ашулаға бізде тастап кеткен бе деп баратырсақ, барсақ ақ ниба жоқ. Енді не қыламыз сөйтіп, менің үсті су. Су болмаған, киім қалмаған. Сөйтіп бардық, жайғастық, бензинлерімізді құйдық, сөйтіп киімдерді алмастырып, бір топарды жібердік. Сөйтіп бір топарда 2 адам болады. Біз 6 адам жасап жатырық үстіртте. 2 адам бір нибаны айдап кетті. 2 адам қалдық. Қара үй еді лагеріміз. Қара үйге су өтіп кеткен, продукты, жетіқұм, азық ауқаттың бәрі жауында қалып жатыр. Оны біз тәртіпке салуымыз керек. Сөйтіп жаңа 2 адам ана 3-ші топардың жатқан жеріне кетті. Арқайын болып отырсақ бір кезде жаңа 2 айланып кетті. Жаңа нибанан батырған. Алайға. Не болды? Гранат сынып кетті. Сонымен олардың өзі кеште қайтты. Батқан жеріне пияда қайтқан берма. 10 километрден. Сөйтіп, ұлыма жүру мүмкін емес. Тек қана Алламыз айтып тілеп отырдық, амаллығын тілеп. Енді тап сол күні түслігіміз аз еді. Енді экспедицияда әмме бір мейектен, ярым шүректен алып кетіп еді. Түслікке. Кеште тойба қойчейміз деп. Ойлап отырмыз. Түрлі ой келіп жатыр. Не болды деген, амалық беген. Өзі біздер киімдерімізді алмастырғаннан кейін де аяз өткенін білдік. Әмме температурасы шығып басылады. Себебі ана батып қалған машиналарды шығаруға да 1-2 сағат уақыт кетіп еді, алайда суда, жауында. Енді аналарды ойлап отырмыз. Бұл ызғар киімдерімен қалай отырған екен. Мына одан азық ауқатам жоқ еді. Елде күн салқын, суы бір баклаж суы бар еді, мен білемін, түнімен ұйықламадым. Түнгі бір қарайман 12, 1, 2 амалық бекен не батыр. Енді әр түрлі жағдай елді машинның ішінде ғой деймін. Тәжірибесі бар деймін. Соның ішінде бір ағамыз бар. Тәжірибесі. Мен соған сендім. Сөйтіп азан болды. Енді жолға шығатын болдық барлығымыз. Жолға 4-өміз шығайық. Ұлыма машиналар жүру мүмкін жоқ. Пияда басамыз дедік. Пияда көрейік. Себебі 2 адам қалды. Қалай
адам тыныш отыра алсаң. Сөйтіп күттік оларды. Күтуден басқа имканымыз жоқ, себебі көліктеріміз, машиналарымыз ұлыма жүре алмайтын дәрежеге келді. Сөйтіп екінші күн өтіп жатыр ғой. Олар өткен күн азында кетіп еді ғой. Екінші күн уже түстен кейін болып жатыр. Ауқат тастап шықпасақ ма, іздейміз, кеттік. Уже бір күннен кейін келе алатын адамдар келеді күн еді. Демек бір нәрсе болған деп іштеріміз дүбірлеп тәйірланып жатсақ, мен білемен соқта жағдайды. Біреу өтті, мынау құспан деп хайран қалдым да, сөйтіп қарасам қасымда екі адам біреуі келді. Сөйтіп пияда басқан ол. Азанда шықтым дейді. Кеште сағат 6-лар ма болып қалды. Ол азан таңда шыққан болса 10 сағаттан көп жол жүрген. Сілесі қатып қалған. Аш, діңке жоқ, келді. Сөйлеуге халы жоқ. Сөйтіп қасындағы адам сұрады. Пәленше қаяқта десек, ол деді. Содан жүрегім шарды. Айтсақ ойнамай деп әзілескен екен сөйтіп. Мен азанда шығып кеттім деді пияда, ол қалды деді. Сөйтіп, мен шыға жақ болдық. Анау киімдерін алмастырып, діңке ендіріп азықтанып алды. Сөйтіп, бәріміз шығып атсақ, енді аспаптарымыз бар ғой, бинокль әртүрлі. Ұзақтан бір нәрсе дейіп кетіпті да. Машина екенін білмей, бір сәуле кетіп. Тоқтатып тұр дедім, қарап тұрмын. Ақнеба көрінді ғой, содан қуанғаным бар ғой енді. Ол қуаныш мен өмірімде сол сақылам қалды. Сөйтіп, келді ол адам. Сөйтіп, сұрады, қалай шықтың? Қасындағы адам не қылады да? Бұл дейді, асықты дейді. Қорқты дейді бұл. Сөйтіп, мен дейді, су тартылуын күттім дейді. Үстіртте су тартылады, тез тартылады да. Мұнау асықты дейді, таң азаннан шығып кетті бұл дейді. Таң азаннан бұл кешке дейін пияда жүрді да, діңкесі қырып. Анау машинада су тартылуын күтіп отырған. Сөйтіп, домкраты бар. Бір баллонды көтерген, астына жаңағы топырақ шашқан, үстірттің топырағын таса кеп қойған. Екінші 4 баллонның бәрін көтерген. Сөйтіп, бір шығып кеткен ғой еплем. Сонdan бензинім аз дейді. Бағанағы жолда қап кеткен машин бар. Соларды іздеуге шыққан. Соның ішінде азық бар еді, чаймен. Кейін бензин бар еді. Соны таслап кеткен адамға рахмет деді сол. Сөйтіп келді. Сол менің ең ұмытылмас күнім. Сондан бері мен үстіртте абайлаймын. Бұл үстірт тегістігінде жалғыз жүруге болмайды. Қауіпсіздік қағидаларына әлбетте бойсыну шарт. Себебі үстірт бұл үлкен тегістік, бұл бөлек бір дүния. Шыда бір қызықлы оқиға болған екен. Бәрібірде бұл да бір не десек болады, сол машақатлы кәсібіңіздің артындағы бір көрініс. Бұндай менімше бұндай оқиғалар елде көп болған шығар сізде. Көп. Әлбетте, енді себебі біз Инстаграмда мысалы сіздің постларыңызды көрген уақытымызда тек қана бір ажайып суретлерді көреміз, табиғатты көреміз. Бірақ енді сол суретлердің арқасында осындай машақат жатқанын мысалы біз білмейміз. Әзір сізден естіп жатырмыз. Қиыншылық көп. Енді кейінгі сұрауымыз. Сіздің ешкім білмейтұғын қызықты тарихыңыз неде? Мен ара-тұра ешкімге етпей қосық жазып тұрамын. Сондай, бірақ әмеге білдіре бергім келмейді себебі. Сен қосық жазасың ба деп күледі. Мен мектепте қосық жазғанмын, мектепте класс оқушылар елеге дейін күледі. Бір уақытлары ана туралы, мұхаббат туралы жазыпсыз ғой мектепте. Мұхаббат туралы көп жазғанбыз. Енді әзірем ара-тұра табиғат хақында жазып тұрамын. Көп мына шайырлардың қосық қатарларын көп тыңдаймын. Ибраим Юсуп ағамыздың қосық қатарларын әрдайым бос уақыт таусам оқимын. Онdan өзіме тәрбие аламын, өзім жұмақ шығарамын, пайдалы тәрбиялық қосық қатарлар болса, оны әлбетте басқалармен бөлісемін. Бірақ енді бір жөнелісті жақсылап таңлау керек, соның үшін оны сыр қылып тек өзімменен, өзім жалғыз қалғанда істесем. Сізді ажайып. Енді мен сізді бір қосымызды деп ойламайтын едім. Мен де расы ойлаған жоқ едім. Бәрібірде бұл да бір сырлы, өзіңізге аян болған бұл қабілетіңіз десек болады. Сәуетімізден келіп шыққаналы және бір сұрау пайда болды менде. Мәселен, сол хайуанат дүниясын сақлап қалу мақсатында, яғни сол құслар дүниясын, осыларды еледе жоқ болып кету әтрәтінде тұрған хайуанатлардың сол нәсілдерін сақлап қалу мақсатында елімізде қандай іс-ләжілер әмелге асырылмақта? Енді кейінгі уақытта қазір Қарақалпақстан Республикасында 7
қорғалатын табиғи аймақлар шөкілместірілген. Бұнан 3 милли табиғат бағы, Қобылас 4 милли табиғат бағы, Аралқұм милли табиғат бағы, һәм Аралбой милли табиғат бағы. Бұнан кейін бұйыртпа қорыққаналар бар бізде. Яғни бұлар барса келмес бұйыртпа қорыққанасы Судочи Ақбеткей, онан кейін мына Сайгачи ландшафт комплекс бұйыртпақанасы бар. Онан кейін бізде бір резерват бар. Төменгі Амудария мемлекеттік Бесбере резерваты деген. Әне осы 7 аймақта көпшілік сирек ұшырасатын хайуанаттар дүниесі сақланады. Сол жерде көбейеді. Әне сол жерде қорғалатын зоналары бар. Оларға азықларын жеткізіп беретін орындары бар. Енді менің ұсынысым бар. 8-ші табиғи аймақты шөкілместіруіміз керек. Мен әзір көп бақылауларды көріп жатырмын. Бізде мына Сұлтанбайыс тау тізбекілері деген бар. Ол жерде мына көптеген қазылма іс-ләжілер әмелге асырылып жатырыпты. Ол жерде мына самал электр станциялары құрылып жатырыпты. Мен айта жақпан, айырым бөлімлерін жабайы табиғатқа қалдыру керек. Біз инсан барлығын басқаруға, өзіміздің мәпімізге пайдалануымызға болмайды. Сол жерде де Сұлтанбайыс тау тізбекілерінде 8-ші табиғи қорғалатын аймақты шөкілместірсек, әне сонда біз жүдә бір пайдалы істі әмелге асырған болады. Себебі ол жерде тауда да түрлі сирек ұшырасатын құслар, хәтта киіктер, қарақұйрық деген Орта Азия шөл тасбақалары бар. Әне солар сол жерде жасап көбейеді. Менің ұсынысым сол. Әжайып. Енді бағанадан бері біздер Қарақалпақстан табиғатындағы енді хайуанларды айтып өттік. Сол енді осы орында сізге сұрау, Қарақалпақстан табиғатында ұлым айтқанда хайуанлардың неше түрі бар? Енді бұған мен мына кітабымнан көрсетіп айтсам болады. Міне жеке авторлықта Қарақалпақстанның омыртқалы хайуанаттар дүниесі деген оқу қолданбам шықты. Сол 2026 жылы шықты. Бұл кітапта сол хайуанаттар дүниесі хақында көптеген мағлұматтар берілген. Әр түрлі реңді суреттерде көпшілігіне Қарақалпақстанда жасайтын құслар, сүт емдеушілер, олардың биологиясы, экологиясы хақында толық мағлұматтар берілген. Енді мағлұмат үшін айтып кетейін, әзіргі күнде балықлардың 48 түрі, жерсу хайуандар, яғни амфибиялардың 2 түрі, жер бауырлаушылар, рептилиялардың 32 түрі, құслардың 337, сүт емдеуші хайуанлардың 73 түрі сол күнге дейін тізімге анықталған. Рахмет әжайып жауаплар үшін. Енді Ислам аға бізде қысқа ғана сұраулар бар, яғни блиц сұраулар болады. Бұл сұрауларға сіз анық, тез һәм қысқа қылып жауап беруіңіз керек болады. Даясыз ба? Олай болса, бірінші сұрауымызды оқып естіреміз. Сізді табиғатта ең көп сынаған нәрсе суық, аштық, ямаса жалғыздық? Суық. Сізді бір мәрте болса да артқа қайтуға мәжбүрлеген жағдай болған ба? Яқ. Болмаған. Табиғатта қателесуге хақыңыз жоқ болған жағдай қайсы еді? Үстірт тегіслігінде жолдан адаспау керек. Ол жерде қателессең, кеттің. Кеңесі, егер бір күн бүткіл табиғатты басқару сіздің қолыңызға берілсе, нені өзгерткен болар едіңіз? Арал теңізінің суын қайтарар едім. Әне сол уақытта бұрын алдыңғы барлық нәрселер өзгеріп, қазір міне адамдарға да, хайуанат дүниесінде да, өсімдіктерге де үлкен пайда болар еді. Әжайып жауап, әлбетте. Аралымыз суға толсын дейміз, біз де ниетленіп қаламыз әлбетте. Табиғат сізге сыр ашып берсе, нені білуді қалар едіңіз? Егер ондай имканият болса, мен хайуанлардың тілін түсініп тілдесер едім. Олардың біздерге, инсанларға айта алмай жатқан мұңы бар шығар, пікірі бар шығар. Соларды естіген болармын. Әзірдің өзінде де расын айтсам, табиғатпен тілдесетін дәреже кеп қалдық көп жүре беріп. Енді сіз көбінесе енді табиғат қойнында жүресіз, көптеген енді жабайы хайуанлар болсын, ұлым айтқанда хайуанларды көбірек көргенсіз. Солардың ішінде сіз үшін ең қорқынышты хайуан қайсы? Мен өзім ең қорқынышты хайуанды жыланды білемін. Себебі жылан хақиқаттан суық та. Мен өзім көпшілік хайуаннан қорқпаймын, бірақ сол кетіп баратқан уақытта аяғымның астынан жылан шықса, денем мұздай болып кетеді. Себебі жыланның ішінде адамдардың өміріне қауіп келетұқын, әттеке өліміне себепші болатқан жыланлар бар. Бізде Қарақалпақстанда 2 түрлі зәһәрлі жылан бар. Біреуі қалқан тұмсық деген жылан. Бұл зәһәрлі. Енді шақса ересек адамдар өлмеуі мүмкін, бірақ жас кішкене балалар һәм үлкен жастағы қартайған адамдар өлуі мүмкін.
Екіншісі құм эпосы деп айтылады. Бұл жүде қауіплі. Дүнияда 10 жылан болса, ең улы. Әне осы соның біреуі. Кейінгі сұрауымыз, жеке істеу ме яки командамен сізге қайсысы көбірек ұнайды? Жеке істеу. Ең жағымлы құстың дауысы қайсы? Енді әлбетте бүлбүлдердің сайрауы, және бұны жұпласы уақытында естісең, жүде адамға жағымлы болады. Себебі олар сайрап, жұпласы уақытында жанындағы аналығын шақырып, оның нәзерін түсіреді. Әне егер оның сайрау дауысы қосығы ұнаса, олар жұпласып кетеді. Сол бүлбүлді өз көзіңізбен көргеніңізде қандай тәсір алғансыз? Бүлбүлдің түрлері көп бізде. Мен өзім қатты қызығамын майда құстарды түсіруге. Себебі олар басқаша болады. Әрбір құс, әрбір хайуанды суретке алған уақытта адам басқаша зауық алады ғой, бірақ майда құстар бар, бүлбүлдер. Әне соларды түсірген уақытта адам бір. Мен суретке түсірсем өзім қатты қуанамын. Басқаша бір сезім пайда болады өзімде. Оны түсіндіре алмаймын, сөзбенен жеткізу қиын ондай сезімдер. Жақсы. Ең сүйікті жеріңіз тау, шөл яки судың бойы? Қайсысы көбірек ұнайды? Мен өзім барлығында болғанмын да. Бірақ ең өзім ұнататқаным шөл. Себебі шөлде жасау шариаты қиын. Сол шөл зонасына масласқан хайуанатлар дүниясының өсімдіктерін көргім келеді. Шөл зонасы деп санаймын. Суретке түсіру ме, ямаса көбірек бақылау ма? Қайсы бірі сізге көбірек ұнайды? Суретке түсіру ұнайды. Қараңғыда істеу ме, яки күндіз бе? Енді екеуінің де өзінің зауқы бар. Себебі хайуанатлар дүниясы екіге бөлінеді, активлігіне қарап, яғни ноктурнал түнгі хайуандар деп айтылады, күндізгі хайуандар деп айтылады. Енді әлбетте енді түнде пардаймен жүре беру қауіпті, соның үшін мен күндізгі бақылауды алдым. Енді сізге дем алу деген уақытында көз алдыңызға не келеді көбінше? Саяхат ету ме, яки өзіңіз үйіңізде шаңырақ ағзаларыңызбен біргелікте дем алу ма? Қайсы бірі сізге ұнайды? Енді әлбетте әрқайсының өзінің орны бар, бірақ менің өзім табиғатқа кетіп қала беремін. Ақиқатан міне жұмысымыздан біздердің енді тәлім беру, оқытушылық, әлбетте оқытушылық кәсіптің өзіне жараса қиыншылықтары бар. Соннан бос уақыт таудым ба, мен табиғатқа шығып кетемін. Енді өзім Нүкіс қаласында тұрамын, ілажы болғанша шөллерге барғым келеді, бірақ ең жоқ дегенде мына Ащы көлінің бойында жүремін. Мені сол жерден табасыз. Бір сөзбенен айтқанда кәсібіңіз? Пидайлық. Енді көрсетуімізде ең ақырғы сұрау бұл, ең қысқа сұрау. Бір сөзбенен тәріптегенде табиғат. Тіршілік. Әжайып. Рахмет жауаплар үшін, жүдә бір қызықлы жауаплар болды. Себебі соның арасында енді өзіміз білмеген нәрселерді біліп алдық. Қандай жаңағы қызықлы оқиғаңыз енді елі есімізден кеткен жоқ. Енді біз табиғат дүниясына, ана табиғатымызға виртуал саяхат еткенден болдық. Енді сіздің сол жоғарыдағы сол уақиғаларыңыздан келіп шығып, мазмұнды, пайдалы малуматтарыңыздан келіп шығып, енді ерте таңнан бізді тамашалап отырған халқымызға, тамаша көйлерге өзіңіздің сәлемдеріңіз, құттықтауларыңыз болса, жақындарыңызға тілектеріңіз болса білдіріп өтсеңіз болады. Әлбетте, осы мәуліттен пайдаланып, халқыма жақсы тілектерді білдіріп қаламын. Еліміз тыныш болсын. Әлбетте, біз сондай тыныш елде жасап жатырмыз. Біз бұндан жүдә қуаныштымыз. Біз қоңсы мемлекеттерде болып жатқан жағдайларды көріп жатырмыз. Шүкіршілігіміз жүдә жоғары. Суымыз мол болсын, арал теңізіміз толып, әр күніңіз қуанышлы өтсін. Рахмет. Және бір мәрте сол қымбатлы уақытыңызды бөліп, бүгін біздің студиямызға ерте таңнан дастархан көрсетуіне мейман болып келгеніңіз үшін сізге өз ризашылығымызды білдіреміз. Сол алдағы машақатлы жұмыстарыңызға тасқын табыстар тілейміз. Сол еліміз табиғатын жарытудан, сәулелендіруден, сол жастарға пидайы болып, сол тәлім беруден ешқашан шаршамаң, әдеулі ұстаз болып, сол бізге сол өзіңіздің кадрларыңыз арқылы сол еліміз табиғатында сол қорғау үшін жан күйдіріп жүрсіз. Сол жұмыстарыңызға тасқын табыстар тілейміз, алдымызда аман болғайсыз. Рахмет. Және бір мәрте мейманымызды таныстырып өтеміз. Бердіғат атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті биология факультеті профессоры Ілімпаз Исламбек Арипбаев. Әлбетте бізге ажыратылған уақытларда өз жұмағына жету атырапында тұрыпты Ділнара. Сондықтан енді бүгін менімше біздің тамаша көйлеріміз үшін бүгінгі сәубетіміз, әмде пайдалы мағлұматларымыз мейманымызбенен біргелікте өзгеше әжайып болып өтті деген үміттеміз.
Олай болса біз бүгінгі дастархан көрсету санын жұмақлаймыз. Бүгін туған күн белгілеп отырған замандастарымыз болса, қуанышты күндерін белгілеп отырған отандастарымыз болса, және бір мәрте дастархан көрсету жәмәті атынан құттықтап қаламыз. Дұрыс айтасыз, бүгінгі туған күндермен құттықтаймыз. Хамде айне осындай жақсы кеулі кипятта біз дастархан көрсетуін жұмақлаймыз. Бүгінгі күніңіз берекетлі һәм пайдалы болып өтуін тілеген қалда біз дастархан көрсетуін осы орында жұмақлаймыз. Қош та саламат болың.